Ислам діні жабайы араб қоғамының өркениет көшіне қалай жетелесе, айналасындағы басқа елдерді де дәл солай өзіне ілестіре берді. Шығыс тарапқа жайылғанда қарсы үнді мәдениетімен синтезделіп, жаңа адамзаттық құндылықтар қалыптастырды. Ислам діні келгенге дейін парсының ақындары өздерінің патшаларын жарты құдайға теңеп дәріптейтін болса, ислам діні келгеннен кейін барлық фольклор жаңа мұсылмандық іреңге қайта жазылды. Парсының 7 шайыры Сағди, Физули, Жами, Хафиз, Низами, Рудаки, Омар Хайям керемет ғазалдар жазып қалдырды. Ежелгі үнді әдебиеттері де трансформацияға ұшырады. Ежелгі үнді мәдениетінің ислам дінімен синтезделгендегі өркениет әжәм деп аталды. Ал түркі мәдениеті мен ислам діні синтезделіп, әтрак өркениетін қалыптастырды. Құран мен пайғамбар сүннеті Европада қандай мәдениет толқын тудырса, түркі даласына да сондай мәдени сілкініс әкелді. Бұл өркениет заңы. Бұл заң бойынша тіршіліктің ең ардақтысы адам деген гуманистік принцип орнықпайынша, тайпа деңгейіндегі тұрпайы тұрмыс дәріптеліп тұра береді. Мысалы, өлтірген